Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи, ва асхабихи, ва ман валя, thumma амма ба'д. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен қауым. Өткен сабақта біз сіздерменен бірге үлкен имам Мулла Али Қари атты кісінің Дауул Маали атты кітабын бастаған болатынбыз. Және де осы кітапты біз Дарул Байрути баспасына сүйене отырып түсіндіретіндігімізді айтқанбыз. Осы кітапқа сүйене отырып, біз бүгінгі сабағымызды мұсылман әлеміндегі мұсылман топтарынан бастаймыз. Кітап баспасы осы тақырыпты берген екен, себебі мұсылман әлеміндегі топтарды танысақ, біз ақидамызды дұрысырақ түсінетініміз үшін. Яғни, арабшада бір қағида бар, әл-әшия туърафу биддиддиха дейді. Яғни, заттар өзінің қарсы түсіменен жақсы білінеді дейді. Біз мұсылман әлеміндегі топтарды айтатын болсақ, онда оның ішіндегі біз өз ұстанымымыздың дұрыс жағын жақсы тани алатын боламыз, иншалла. Баспа ең әуелі әхлі сунна вәл жамаа мектептерін көрсеткен екен. Сөзбе-сөз аударатын болсақ, әхлі сунна вәл жамаа деген сөз сүннетті ұстанушылар және де көпшілікпен бірге болғандар деген мағынаны білдіреді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің хадистерінде қызықтырып көрсетіп берген және де қиын қыстау уақыт келген кезде ұстанылуы керек болған топтың атауы болып табылады. Бұл топ, яғни әхлі сунна вәл жамаа, мұсылман әлемінің негізгі көпшілігін құрайды. Кейбір ғұламалар ол мұсылман әлемінің 90% деп көрсеткен. Бұл мектеп үлкен екі қанаттан тұрады. Біріншісі әш'ари мектебі, екіншісі Матуриди мектебі. Екі мектептің ерекшелігі сол. Әш'ари мектебі ол мұсылман әлемінің дәл ортасында құрылған мектеп. Яғни, мұсылмандарды өз ішіндегі ала ауыздықтарының қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін өте жақсы көрсете алған мектеп. Себебі мұсылман әлеміндегі кейбір топтар болған. Олар өздерінің ұстанымында тура жолдан тайып кеткен. Осыларды көрсетуде әш'ари мектебі өте бір жақсы ұстанымды ұстана білген. Ал екінші мектеп Матуриди мектебі болса, ол мұсылман әлемінің ортасында орналаспаған, керісінше шекараға жақын немесе мұсылман әлемінің сыртқы жақтарында пайда болған мектеп. Бұл мектептің ерекшелігі мұсылмандардың өзге дін өкілдеріменен арасындағы айырмашылықты өте жақсы ашып көрсете білген. Қалай болғанда да бұл екі мектеп үлкен әхлі сунна вәл жамааттың екі қанаты болып табылады. Екеуісі де негізгі өзектерінде бір мәселелерді түсіндіреді. Тек кейбір ғана кішігірім айырмашылықтары болуы мүмкін, ол дағы иджтихади мәселелер болып табылады. Осы мектептердің әуелгісі әш'ари мектебіне қысқаша тоқталып өтсек. Бұл мектептің әш'ари деп аталуының себебі оның имам Абу Хасан Али ибн Исмаил әл-әш'ари деген үлкен кісіге қайтатындығы үшін. Бұл кісі, яғни Абу Хасан әл-әш'ари рахмаулла, Басра қаласында 260 жылы дүниеге келген және де 324 жылы қайтыс болған, хижри жыл санағы бойынша. Бұл кісі өмірінің алғашқы уақытын Муътазила мектебінде өткерген. Әуелінде, яғни Муътазил болған. Бұл уақыттарда Муътазил мектебі талас тартыс мәселесінде, диспут мәселесінде әлде қайта алдыға кетіп қалған. Сол үшін жай адамдар ол кісілерменен талас тартысқа түсе алмайтын. Бірақ Абу Хасан әл-әш'ари рахимахулла өзінің еңбектерінің нәтижесінде, зерттеулерінің нәтижесінде өзінің ұстанып жүрген жолының дұрыс емес екенін түсініп, әхлі сунна вәл жамаа мектебіне қайтадан оралады. Сөйтіп, өзінің осы күнге дейін білген нәрселердің барлығын әхлі сунна мектебін қуаттау үшін қолданады. Сөйтіп, мұсылман әлемінде әхлі сунна вәл жамаа мектебін өте бір оңтайлы, жеңісті тұрғыдан көрсете біледі. Кейінгі мұсылман ғұламалары да өздерінің дәлелдерін ұсынған кезінде осы кісінің дәлелдеріне сүйенетіндігі үшін өздерін біз әш'ариміз деп атап кеткен. Осылайша әш'ари мектебі ортаға келген. Екінші мектеп болса, ол Матуриди мектебі.
Бұл мектептің Матуриди деп аталуының себебі ол үлкен имам Мұхаммад ибн Махмуд Абу Мансур әл-Матуриди деген үлкен ғалымға қайтатындығы үшін. Яғни кезінде осы имам Матуриди рахимахулла өзінің артында өте үлкен салмақты еңбектер қалдырған. Және де бұл кісі де өз уақытында талас тартыс мәселесінде алғашқы қатарда болған. Кейінгі келген ғұламалар осы сенім мәселесінде, таралас тартыс мәселелерінде имам Матуридиге сүйенгені үшін өздерінің ұстанған жолын Матуридилік деп қысқаша атайтын болған. Осылайша мұсылман әлеміндегі ең үлкен мектеп әхлі-сүнна уәл жамааттың екі қанаты пайда болады. Имам Матуриди рахимахулла өз уақытында Сәмәни мемлекетіндегі Ханафи мектебінің ең үлкен тұлғаларының бірі болған. Усулы фиқхпен қатар ол кісі тәпсірді де және де ақида мәселесінде өте терең меңгерген. Ал имам Аш'ари болса, ол кісі де мұсылман әлемінің дәл ортасында кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін өзінің ілімінің нәтижесінде көрсетіп берген адам. Осы екі мектеп мұсылман әлемінің 90%-ын құрайды. Біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының да ұстанатын қанаты осы Матуриди мектебі болып табылады. Бұл екі мектепті ұстанғандардың барлығы әхлі сүннет болып табылады, және де олардың барлығын біз шынайы дәстүрлі мұсылмандар деп қабылдаймыз. Осылайша бүгінгі сабағымызды тамамдаймыз. Келесі сабағымызда мұсылман үмметінің басқа топтарын атап өтетін боламыз.